Кеш жарық, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Біз Түркияны Анталия жағынан қарайтын Қалқан деген кішігірім бір ауылға, туристік жерге келді. Қалқан, Қаш, Құдай қаласа осы апта аралайтын боламыз. Құрбан айтқа байланысты Түркияда 10 күн демалыс берген болатын. Өте тамаша қала. Біз бүгін күндіз келдік. Қаланың біраз қонақ үйде демалып, түнгі кешкі Қалқанды аралауға шықтық. Бізбен бірге болыңыздар. Жүр. Енді артымыз. Қалқан Анталияға қарасты шағын қалашық. Өте кішкентай, сұп-сұлу, әдемі, живопистік жер. Халқы 4000-ға жуық. Каш пен Фетхи арасында орналасқан. 6 ғасырларда бұл жерде ежелгі Ликия патшалығы өмір сүрген. Қаланың айналасында баруға болатын көптеген көне қалалардың орны бар. Қалқанды осыдан 150-200 жыл бұрын Грекияның Каш маңында орналасқан Мелис аралының көпестері салған деген болжам бар. Түркияда Анталия дегенде көз алдымызға орыстар көбірек келеді. Бірақ шет елдерден келген туристер демалуды жақсы көретін бірнеше аймақтар бар. Жалпы алғанда ресейлік және неміс туристер все включено жүйесіне бейім. Оның ішінде біздің қазақтар да көбінесе демалысқа сондай қонақ үй таңдайды. Сондықтан олар негізінен Анталияны жақсы көреді. Британдықтар көбінесе Бодрум, Фетхи және Мула жақтарын таңдайды. Соңғы жылдары Қалқанға британдық туристер жаппай келе бастаған. Ағылшындар бастаған шетелдіктер бүгінде Қалқанға кәдімгідей қоныстанып алыпты. Біз барғанда таңғалдырғаны бірде-бір орыс турист көрмедік десек те болады мұнда. Кілең ағылшындар мен жергілікті түріктер бар еді. All inclusive жүйесі Қалқан жақта жоқ. Соңғы жылдары бұл жақта бутик отельдер мен виллаларды жалға беру танымалдығы артқан. Таңдау өз еркіңізде. Егер күндізгі әрі түнгі қаланы қонақ үйден шыққан бойда аралап, шопинг жасап, жағажайға барып шомылып, бір күндік турларға қатысам десеңіз, қала орталығындағы қонақ үйлерде тұру ыңғайлы. Маркеттерде бәрі аяғыңыздың астында болады. Жалға берілетін виллалар көбінесе жақын маңдағы ауылдарда орналасқан. Қалқан жанындағы Каш қаласына қарағанда біршама қымбаттырақ екен. Мұны демалысымыздың соңғы күндерінде байқадық. Қалқаннан шықсаң, автовокзал маңында баға кәдімгідей төмен. Қалқан орталығындағы маркет дүкендердің өзі доллар, еуро негізінде жұмыс жасайтын сияқты. Әрине ол жерде демалатындықтан көбісі ағылшындар болғандықтан баға да әрине шарықтап тұр. Қазіргі бізбен бірге барған түріктердің өздері де сондай бағаға көңіл толмай қайтты. Барлық баға орталықта 2 есе. Сондықтан қолжетімді бағамен сауда жасағыңыз келсе, қолжетімді бағада тамақтанғаныңыз келсе, онда қаланың сыртына шыққаныңыз жөн. Қалқан ақ қабырғалы грек үйлермен әйгілі ескі. 1920 жылдарға дейін бұл жердің аты Каламаки деп аталған. Ескіде грек балықшы ауылы болған екен. Қалқан қатты ұнады өзіме. Бір жағынан Бали, Таиланд сияқты Азия елдерінде жүргенде сезінесің, бір жағынан европалық атмосфера да бар. Италияның Сицилия қаласында серуендегенде әсер қалдырады. Ең бастысы мұнда көп адам жоқ. Қала орталығында жағажай да бар. Жақын жерде әлемнің ең әдемі жағажайлардың бірі Капутаж және Патара сияқты жағажайлар мен шығанақтар бар.
Hello. You can take also video of my. Қайырлы таң достар, қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Біз кеше қалқаның түнгі көрінісін әбден аралап, қазір таңғы ас ішіп отырмыз. Әдемі осындай қалқаның керемет тар көшелердің арасында қараңыздар, түрік таңғы асын ішіп отырмыз. Бұйырса бүгін жаңағы әлемге ең танымал осы Түркиядағы ең атақты пляждардың бірі Капуташ пляжына келеміз. Жалпы Капуташ пляжын бұрын естіген, қатты көрінген, сол үшін келген болатынмын. Бірақ қалқан туралы ешқандай мәліметім болмаған. Кеше көрген екен, түнгі қаланы аралағаннан кейін бұған дейін қалай келмеген деп осы қала қатты ғашық болдым. Сіздердің жолдарыңыз сіздер мүмкін осыны арнайы пландап осы жерге міндетті түрде келулеріңіз керек деп ойлаймын. Ал бізге таңғы ас болсын. Айкөштің көңіл-күйі өте тамаша, әндетіп жатыр. Айкөш ұнап жатыр ма? Енді қарабызын жеп тауысып қой, біз таңғы асқа кірісейік. Түркияның әлемге танымал, өте керемет мықты пляждарының бірі Капуташ пляжына келдік. Негізі осы пляжды көргім келген, қатты осы үшін келген, бірақ жаңағыдай қалқан өте әдемі жер екен. Сулардың өзі қараңыздар, қандай керемет, қандай бирюзовый, өте керемет түстер. Негізінен мына неде қалқанда ертең бұйырса Кашкада барамыз. Қалқанда байқағаным көбінесе европалықтар екен, ағылшындар, австриялықтар, голландиялықтар, жаңағыдай немістер өте көп екен. Қазір шезлонг қалды ма білмеймін, біз келгенше ертерек шығу керек еді, өйткені андай неде орын табу көп қиын болуы мүмкін. Қараңыздар, арғы жағы мында аралдар бар. Мейс деген негізі осы қалқаның арғы жақтарында, қай жағында екені қайда, мына жерде көрінбей тұр. Мынау екен білмеймін. Грецияның аралдары бар. Мейс деген аралы бар. Жалпы Грецияға бармай-ақ осы жерге келсеңіздер, мына жердің барлық көшеде толған, жолдың бәрі көліктер. Өзі өте әдемі жер, мына жер. Бұл жерге пляжға келу үшін де, төменге түсу үшін де жету оңай емес сияқты. Мына жақтың барлығында осындай нелердің бар, баспалдақтан түсу керек. Төменге қанша баспалдақ, 100 метр қанша, барлық төменге қарай түсіп жету керек. Көз тоятындай өте керемет. Жолдасым Керемен Айбике қызы мына жерде тұр. Қандай керемет мына жерден. Кей нәрселерді жақыннан емес, ұзақтан қарағанда өте әдемі көрінеді ғой. Мына жерден төменге түспей өстіп. Мына телефонның әдемілігін бере алмай тұр камера. Жақыннан былай өз көзімен өте әдемі көрінеді. Жерге қоғамдық көлікпен келдік. Екі кісіге 36 лира төледік. Қазіргі курсмен 2350 теңге тұрады. Арнайы турлар да бар. Кісі басы адам басына 30 евро, 50 евродан тұрады. Меніңше тур алып керек емес. Капуташ жағажайы мен ойлағандай үлкен емес екен. Жағажайға кірмес бұрын кезекте тұрған көліктерді көргенде қатты қорыққам, орын таба алмайтын шығармыз деп. Қоғамдық жағажай ғой қайткенмен. Мен ойлағандай адам қарасы көп болмады. Кешігіп келсек те шезлонг пен қолшатыр оңай табыла кетті. Оның үстіне мұндағы барлық атақты жағажайлар Каш әкімшілігіне қарайды. Тамақтану үшін әлеуметтік нысан да бар. Бағасы кәдімгі Түркиядағы әкімшілік қоғамдық нысандармен салыстырғанда сәл жоғары. Дегенмен кафе мейрамханалармен салыстырғанда әрине бағасы жақсы, төмен. Киінетін бөлме де, душ та, дәретхана да бәрі бар. Өте жақсы жағдайда. Яғни тазалығы жақсы. Түркияның бір ұнайтын тұсы барлық туристік аймақтар ең әдемі жерлер мемлекеттің қарамағына қарайды.
Соған сай халыққа қолжетімді бағада қоғамдық тамақтану орындары мен қызмет көрсетеді. Жалпы Капуташ Түркияның Мальдивісі десе де болады. Суы көріп тұрғандарыңыздай мөлдір көгілдір түсті. Бұл жерге барған адамдар міндетті түрде қайта барғысы келеді меніңше. Менің осы каналымды көріп отырған барша көрермендеріме осы жерге келіп, демалып, өмір сүріп көру бұйырсын. Сондай-ақ осы Қалқан турларында әртүрлі турлар көп. Бір күндік турлар да бар. Біз бір күн теңіз шығанақтарына яхтамен барып шомылып қайттық. Яхта туры туралы ютубының басқа бір видеомнан көре аласыздар бұйырса. Келесі видеоларымда көріскенше достар, видеом ұнаса каналыма жазылып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.